Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай керемет синабон дайындадым. Ең алдымен бізге керекті 200 мл жылы суымыз, 100 грамм қантымыз, араластырып аламыз. Және де бір жұмыртқа, дрожжіміз, арнайы ерітілген сары майымыз 80 мл, араластырып, жарты қасық ас тұзымызды және де 200 грамм ұнымызды біртіндеп сала бастаймыз. Бізде қою, қолға жабыспайтын қамыр дайын болу керек. Достар, канал пайдалы болса тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, керекті рецептеріңізді сақтап алсаңыздар болады. Мінекей бізде осындай қамыр дайын болды. Қамырымызды кішкене илеп, бетін пищевой салапанмен 40 минутқа қоя тұрамыз. Қамырымыз бізде көтерілу керек. Көтерілген қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымызды жайып, 4 бұрышты қамыр шығаруымыз керек. Екі жағынан осылай ортасына қосамыз. Тағы да екі жағынан қосқанда бізде осындай 4 бұрышты қамыры дайын болу керек. Қамырымызды 4 бұрышқа жайып, қамыр бізде өте жіңішке де емес, қалың да емес, орташа қылып жаюымыз керек. Және де қамырымыздың бетіне сары май жағып шығамыз. Сары майдан соң жарты кесе қантымызға корицаны араластырып, қамырдың бетіне себетін боламыз. Осындай бір келке етіп сеуіп шығамыз. Барлық жеріне себілу керек. Корицамызды сеуіп болған соң, қамырымызды орайтын боламыз. Рулет секілді қылып. Осылай орап шығамыз. Бізде бір рулеттің көлеміндей синабонның қамыры дайын болып жатыр. Осылай дайын рулетті арнайы жіппен осылай бөлетін боламыз. Сонда теп-тегіс болып бөлінеді. Бір осындай бір синабон дайындаған синабонның бір орамасы бір протеинге сиятындай болып шықты менде.
Ең бастысы үйдегілерге ұнады. Дәмі де өте ерекше болып шықты. Енді арнайы қыздырылған пешімізге синнабонымызды салып қойдым 180 градустық. Синнабонымыз дайын болған мезгілде бетіне құятын арнайы кремімізді дайындап жатырмын. Қайнатылған сүт, яғни сгущенкаға, бір кесе сгущенкаға жарты майымызды араластырып жатырмын. Дүкеннен арнайы сапалы майды алып, осындай креміміз дайын болды. Синнабонымыз біздің дайын. Кремді бетіне осындай реттілікпен құямыз. Синнабонымызды жылылай тұрғанда құйып шығамыз. Мінекей достар, біздің синнабонымыз дайын. Сіздер де осылай үйде дайындап көрулеріңізге болады. Канал ұнаса, сіздерге лайк басып, комментарий жазып, белсенді болсаңыздар қуанып қалар едік. Әр аптада 2 рет рецепт салынатын болады. Бізбен бірге болыңыздар.